қазақ әдебиетінің алып тұлғаларының бірі, халқымыздың рухани әлемін айшықтап, ұлттық мәдениетімізді жаңа деңгейге көтерген ғалым, ақын, жазушы және қоғам қайраткері. Ол қазақ әдебиетіндегі 20 ғасырдың алғашқы жартысындағы ең ірі тұлғалардың бірі болып табылады. Әрі оның шығармалары өз кезіндегі қазақ қоғамының болмысын, ой-санасын терең көрсеткен. Бұл поэма ақынның ең соңғы шығармаларының бірі. Ақынның толысып кемелене келген шағында үлкен шабытпен жазған дүниесі. Ілиясты заманның әділетсіздігіне төзе алмай, соңында дәрменсіз қалған ақан серінің сұрапыл өмірі қызықтыра түседі. Тұсымда сері болсың, пері болсың, ұнайды өмірімен ақан маған деп, ақанға деген ілтипатын ашық айтады. Тәтті әндерімен халықтың сүйіспеншілігіне бөленген ақан және оның жан серігі болған құлагер бейнесі поэмада шебер суреттелген. Көкшетау жер жанатты жеке біткен, бұл сұлу кең далада бойын күткен, жомарттау дастарханды момақантау, шипатау тазартатын барлық дерттен. Көкшетау көк жердің бір көркем жері, Қызылорман Бурабайдың мөлдірлері. Жамылып жасыл барқыт асыл құндыз, түрленген тоты құстай тау көркемі. Құлагер поэмасының шоқтығы, биік шығарма екенін дәлелдейтін тұсы, сонымен қатар оқиға желісі атақты Сағынайдың асын өткізілуін аса шебер бейнелеп, қазақ халқының ескі дәстүрін дәріптеуіне басталған. Осы асқа жиналған дүйім жұрт ақан серінің құлагерін көріп, жүйрігі жануардың қай жағында деп таңдасын білдіріп, алғашқыда бітіміне көңілдері толмайды. Кейін құлагердің бабы мен сынын күрең байтап басып айтады. Сонымен қатар ақын осы астағы әртүрлі әлеуметті топты, қазақ халқының түрлі әдет-ғұрыптарын, ұлттық ойындарын тамаша бейнелейді. Халқына әсем әнін шырқап, олардың шексіз махаббатына бөленіп, ешбір арам ойсыз алаңсыз жүрген ақан сері адам сенгісіз сұмдық жайтқа тап боларын қайдан білсін? 100 жүйрік, 1000 жүйрік, 10 санат бәйгеге шаба берер қиқулап. Бұл жолдардан бәйгеге жүздеген, мыңдаған аттардың қатысқанын, сайыстың қаншалықты ауқымды болғанын аңғаруға болады. Халық көп жиналып, әр рудан, әр аймақтан келген ең жүйрік тұлпарлар бақ сынасқан. Бұл бәйге тек ат жарысы емес, қазақ халқының намысын, мәртебесін танытатын үлкен оқиға ретінде суреттелген. Ал құлагер сол бәйгедегі ең тұлпарлардың бірі болған. Ақан бала кезінен асыраған 7 жасар жетім баланы құлагерге серік етіп қосып алады. Күңірентті оңдығырды өшінділік, арқаны дүбірлетті дүбірғылық, көшіріп жерді көкті кемедаттар, керілген кең даланы біліндіріп, жер бетін қағып ұшқан қыстай шүйіп, адақтап барған сайын шықты жүріп, төртінген мың шізден мұңозып, құлагер келе жатты тізден құрып. Артында төртінінің мұң айтқалды, балалар барған сайын шулап қалды, жер шіркін барған сайын бауырын жасап, шаң шіркін барған сайын бұлдақталды. Ақан сері поэмадағы басты кейіпкер. Ақан болып айтқан мөлшерген адам емес. Астында жүріп алтын, қолында қыран, серлік өнер қуған, өмірі айдынында қаздай қалқып, қудай жүзіп, сұлу сүйген сері жігіт. Құлагер, ақан серінің сұлуға, мысалы. Оның түсінігінде ондай тұлпар енді келмесі анық. Сол тұлпармен жүрек түкпіріне ұялаған әсемдік, көркемдік бәрі де жоғалған. Оның бұрынғыдай ән айтуы да, ел арасында жайраңдап жүруі де екі талай. Құлагерге жұмсалған айбалта ақанның өзіне деген ол енді тірі өлік. Батыраш, бала жастан атқа құмар, айқашыл ат әперген баққа құмар, арамой ата-анамыз ұршақтары, кір-көңіл сарайының батпағы бар деп сипатталған Батыраш. Осы Батыраштың зұлымдығы поэма оқиғасының шиеленісі мен шешілу үстінде көрінеді. Құлагер бірінші келе жатыр. Көмдегі жетпей, көзі құртына жүр. Кекшіл Батыраштың жан досына айналған құлагеріне жасаған қастандығы ақан үшін орны толмас қайғыға айналды.
зұлымдыққа толған тар заманға сыя алмай, ақын баса алған жаққа кетіп қалады. Тағдырдың тауқыметіне төзбеген өнер иесі өмірдің мәнін жоғалтқандай күй кешеді. Құлагер поэмасы қазақтың дарынды әншісі Ақан Сері өмірінің трагедиялық тұсын шынайы суреттеу арқылы сол кезеңдегі замана шындығын, рухани дағдарысқа ұшыраған адамдар бейнесін толық аша білген ауқымды туынды. Осындай шығарманың туындауына себепкер болған поэзия құлагері. Оң қолынан өнер тамған шебер ақын Ілияс Жансүгіровті халық ешқашанда ұмытпақ